Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз дрожь қосылған қаттама нан жасаймыз. Өте қатпарлы, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Ол үшін сүт, су, дрожжи және тұз бен қант, ұн керек болады. Ең алдымен сүт пен суды құйып аламыз. Тұз бен қантты бірден салып жібереміз. Сәл араластырып, дрожж саламыз. Араластырып, енді ұнды саламыз. Көп бөлігін саламыз, кішкенесін алып қалып, артынан жаймен салып отырамыз. Қасықты алып тастап, қоюланғаннан кейін қолмен илейміз. Міне, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығу керек. Енді бетін жауып, тындыруға қоямыз. Көтеріліп ашу міндетті емес, қатты көтерілуі. Енді тынған қамырды 4 бөлікке бөліп, осылай домалақтап, қайтадан жұмсарту үшін тындырып қоямыз. Бетін жауып, майлықпен бетін жауып, жылы болу үшін осылай қойып қоямыз. Енді тынған қамырды 4-теуін бірінің үстіне бірінің арасына ұн жағып отырып, жаямыз. 4-теуін бірден жайған ыңғайлы болады. Тез әрі уақытты үнемдейді. Сондықтан да 4-теуін бірге жаюға тырысыңыздар. Арасына ұн себуді ұмытпаңыздар. Бір-біріне жабысып қалмау керек. Арасына ұн сеуіп отырып жаямыз. Болмаса 2 қамырдан жайсаңыздар да болады, қиын болса. Не осылай арасын ашып, ертілген сары майды жағып, 4-теуінде бірінің үстіне бірін қойып шығамыз. Енді ортаға қарай бүктейміз, 2 жағын конверт жасаймыз. Енді осыны тағы да ортасынан бір бүктеп жібереміз. Дәл ортасынан пышақпен кесіп, осылай ораймыз. Екеуін де орап, кішкене оқтаумен басып жібереміз. Енді пергамент қағазымен немесе астын жақсылап майлап, противенға жайғастырамыз. Жұмыртқаның сарыуызын бөліп, сарыуызын бетіне жағып шығамыз. Әсемдік үшін бетіне қара күнжіт және ақ күнжітті сеуіп қоямыз. Енді міне, қаттамамыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Айған.